Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар ма? Бүгінгі мен сіздермен жұмыс істейтін аты-жөнім Еркегүл Ақытқызы, Ақмола облысы Астрахан ауданы Астрахан нөмір 1 орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі боламын. Ал балалар, бүгінгі біздің сабағымыз қазақ әдебиеті пәніне арналады. 6 сыныптың оқулығын ала қойыңыздар қазақ әдебиетінің. Біздің бүгінгі тақырыбымыз Расул Ғамзатов. Бірінші, сіздер мен жіберген папканың ішінде білімліліктің ссылкасы тұр. Дайындап алыңыздар. Және де электронды оқулықтың нұсқасы тұр. Міне 171 бетін ашамыз. Ендеше балалар, соныменен Расул Ғамзатов кім екен балалар? Яғни әлем әдебиетінің ерекше тұлғасы Расул Ғамзатовтың өмірі шығармашылығы жайлы біз не білеміз? Міне осы жөнінде тоқталып алу үшін біз білімленд қосымшасына өтейік кәне балалар. Ал білімлендтегі видеоны тыңдап көреміз. Авар халқының ұлы ақыны Расул Ғамзатов 1923 жылы Ресей Федерациясы құрамындағы Дағыстан Республикасының Цада Хунзахского ауданында дүниеге келген. Ақынның өлеңдер жинағы 1943 жылы авар тілінде басылып шығады. Оның «Менің өлкем», «Менің Дағыстаным», «Тырналар», «Таулық әйел», «Дағыстан көктем» атты көлемді шығармалары бар. Расул Ғамзатовтың шығармаларын Қадыр Мырзалиев, Сағи Жиенбаев сияқты ақындар қазақ тіліне аударды. Оның шығармалары аз санды ұлттардың қай-қайсына болсын үлгі-өнеге боларлықтай асқақ та рухы биік туындылар. Туған топырағының бар маңызын бойына сіңірген ақын, ана тілі өлеңіне туған халқының дана қасиеттерін, кейсек мінездерін арқау етеді. Ел мен жерге, ана тіліне деген іңкәрлік лирикалық сипатта жырланады. Ұлттың тілі, ұлттың ділі, қандай ұлт болсын, оның ең басты байлығы ана тілі. Тіл адам жанының тілмәші. Тілінен айырылған халық ұлт болып қалыптасып, жеке өмір сүре алмайды. Жеке адамның да, ұлттың да бойына нәр беретін, күш беретін ана тілі. Ақын, егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін-ақ деп, тіл үшін өзінің өмірінде қиятынын ашық айтады. Осы өлеңін оқыған жастарды патриоттыққа, отан сүйгіштікке үндеп, оларды елін, жерін сүйетін, ана тілін ардақтайтын, рухы биік, ұлтын пір тұтатын азамат болып өсуге шақырады. Ал балалар, біз міне ақынның өмірінен біраз мағлұмат алдық, иә балалар? Ендеше балалар, ойланып көріңіздерші, ақынның туған жері, ана тілі қандай тіл екен, және де ақынның шығармашылығын кімдер аударған екен, қай өлкеде туып өскен екен. Жақсы, ендеше балалар, біз бірінші шығармамыздың ана тілі, яғни өлеңінің өзін оқуымыз керек. Ол үшін тағы да білімленд қосымшасының екінші бөлігінде бізде шығарманың аудионұсқасы бар. Ал балалар, енді қазір сол аудионұсқаны бірге тыңдайық. Оқулықтарыңыздан қарай берулеріңізге болады. Ана тілі. Адам деген не көрмейді түсінде, жатыр екен бүгін қабір ішінде. Дағыстанның кең аңғара күн ыстық, көкірегімде орнаған бір тыныштық. Аса өзен арқырайды жардырып, жұрт тараған, жалғыз мені қалдырып, мен жатырмын үнсіз туған жерімде, жер болады балғын тәнім менің бе. Мен жатырмын қара жерге табына, көрмейді ешкім, келмейді ешкім маңыма. Тек қырандар шаңқылдайды шың жақта, бұғылар кеп ыңырсиды бір жақта. Кетті ғой деп қыршынғана жасында, жыламайды ешкім молам басында. Анам қайда, досым қайда күндегі жарым қалай, жатқанымды білмеді. Бар адамнан
жатырмын тек бөлөкмен, бір дауысты естіп қалдым кенеттен. Естідім мен қосарадан үнінді, екі кісі сөйлес табар тілінде. Мен жатырмын, жер астында көз жұмып, мына екеуі күбірлейді сөз қылып. Ғасан деген бір кісінің қулығын, Әли деген бір кісінің сұмдығын. Естідім де сөзін ана тілімнің, бойым жылып лездемен тірілдім. Балгер демес, дәргер демесем дейтін, өзімнің тілім екен сөйлейтін. Өзге бір тіл емдер басқаларың да, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ. Мен жаныммен сүйем осы тілімді, кедей деп ақ айта берсін білімді. Ассамблеяда естілмесін сөзді, ана тілім ұлы менің өзімі. Махмұт жырын оқу үшін жас қауым, күтем әлде аударуын басқаның. Мен болдым ба ең соңғы ақын бүгінде, өлеңдерін жазар авар тілінде. Мен сүйемін планетаның барлығын, өзен тауын әр көлі мен әр қырын. Мен сүйемін ұлы елімнің гүлінде, әлім шоны айттым авар тілінде. Қымбат ем даласы, балқынған жан қасын бірақ қабыл жазған құлтас. Солда аварлыдан Сіздер осының әсерінде айтыңыздаршы, ақынның бұл өлеңі, яғни не жайлы жазылған өлең екен? Өлеңнің мазмұны жалпы не жайлы екен? Ойланып отырамыз және өз-өздеріңіз жауап беріп отырыңыздар. Расул Ғамзатовтың ана тілі қай тіл? Ана тілі деп қандай тілді айтамыз, балалар? Жарайсыздар. Біздің ана тіліміз қандай тіл? Ол қалай аталады? Керемет жауап, жарайсыздар. Ақын ана тілінің құдіретін өлеңнің қай жерінде көрсеткен, балалар? Яғни бұл жерде тапсырманы істеген кезде сіздер оқулықтарыңыздан қарындашпен сызып отырасыздар. Яғни сол жердің астын белгілеп қоюларыңызға болады. Ана тілі өлеңінде ақынға не қымбат? Жалпы балалар белгі қойып отырыңыздар, тағы да жарайсыздар. Сендер Расул Ғамзатов секілді өз туған жеріңді, ана тіліңді жақсы көресің бе? Әрине. Ары қарай кеттік. Өзге бір тіл емдер басқаларыңды, мен онымен айта алмаймын әнімді. Егер тілім ертең болса құрымақ, мен дайынмын өлуге де бүгін ақ деп жырлаған ақынымыз осы өлең жолы арқылы не айтқысы келді бізге? Сондай өзін бәйгеге тігіп, жанын бәйгеге тігіп, яғни өзін құрбан етуге дайын тұрған бұл қандай құдіретті күш екен? Я, балалар, ал сен өз ана тіліңнің қазіргі жағдайы туралы айта аласың ба? Қандай деңгейде, балалар? Яғни, осы сұрақтарға сіздер өте дұрыс жауап берді ойлаймын. Әрине, біздің ана тіліміздің жағдайы да жоғары, керемет, өйткені сіздермен біз барда, ана тіліміз мәңгі бақи жоғары биіктерде болады. Ендеше, балалар, бүгінгі бірнеше жаңа сөздермен танысып өтейік. Ассамблея деген екен, халықаралық ұйым мүшелерінің жалпы жиналысы екен. Авар Дағыстандағы тұрғын халық. Дағыстан Ресей Федерациясының Солтүстік Кавказ федералды округінің құрамына кіретін елдің оңтүстігінде орналасқан республика екен. Асау деген сөздің мағынасы жүген, құрық тимеген, қолда ұсталмаған ат деген айтады екен. Ал балалар, сіздер шығарманың осы өлеңнің мазмұнын қаншалықты меңгергендерің жайлы осы білімленттен бірнеше тапсырма орындап көрсек қалай қарайсыздар? Яғни бірінші тапсырма өтіңіздер, қажетті сөзді қойыңыз. Егер, яғни қажетті сөздердің біреуін апарамыз да сол жерге қоямыз. Мысалы, егер деп мысалы, осылай қоямыз. Жақсы, солай қойыңыздар. Ал мен кілтті көрсетейін. Сіздерде кілтті көруге болады. Міне. Яғни, немесе мына батырманы тексеру батырмасын бассаңыздар болады өздеріңізге. Келесі, бірнеше дұрыс жауапты белгілеңіз. Ана тіл өлеңінде кездесетін жер суатын табыңыз дейді. Қандай жер суаттары бар? Яғни сіздер тексеру батырмасын басасыздар, мен сіздерге кілтті көрсетемін. Жарайсыздар. Келесі тапсырма өтейік. Яғни мына сөздердің мағынасы сәйкестендіріңіз. Қолда ұсталмаған ат, дүниеден
жастай кет деген қалай бітіреді? Білінеді. Сызамыз, осылай сызып белгілеуге болады. Сіздер яғни тексеруді басасыздар, мен жауабын көрсетуді басамын. Жақсы. Келесі тапсырма алдымызда бізде осы өлеңнің мазмұны және ақынның шығармашылығына арналған 10 сұрақты тест жауабы бар екен. Сіздер бірден белгілеп отырыңыздар. Қамзатовтың туған елін көрсетіңіздер. Ал Қамзатов шығармаларын қазақ тіліне аударған ақындарды көрсетіңіздер. Белгі қоясыздар. Бос орындарға тиісті сөзді белгілейміз. Балгерде емес, дәрігерде емес емдейтін, тек өзімнің екен сөйлейтін. Қай жауап дұрыс? Қамзатовтың ана тілі қай тілі? Ассамблея деген қандай мағына білдіретін сөз? Бір жауапты белгілейміз. Туған жерге ана тіліне деген ақын сезімі көрінетін шумақтарды белгілейміз. Яғни осы шумақтардың қайсысы ақынның ана тіліне деген сезім білдіреді? Расул Қамзатовтың алғашқы өлеңдер жинағы қай жылы басылып шыққандығын көрсетіңіздер. Жарайсыздар. Қамзатовтың кітабын көрсетіңіздер. Ал осы 4 кітаптың біреуін белгілейміз. Ана тілі шығармасында ақын Дағыстанды қалай суреттегенін көрсетіңіздер кәне. Жақсы. Қамзатовтың театр сахнасында қойылып жүрген шығармасын атаңыз дейді. Сіздер тексеруді басасыздар, мен жауабын көрсетуді басамын. Міне, жауаптарыңыз көрдіңіздер ме? Яғни кім қосымшаны аша алмай отыр? Міне байқауларыңызға болады. Бірінші туған жері Дағыстан қаласы, шығармаларын қазақ тіліне аударған Мырзалиев пен Жиенбаев. Ал мынау тек өзімнің тілім екенін сөйлейтін дейді. Қамзатовтың ана тілі авар тілі. Ассамблея деген халықаралық ұйым мүшелерінің жалпы жиналыс екен. Туған жерге ана тіліне деген ақын сезімі көрінетін шумақтар, егер тілім ертең болса құрмақ, мен дайынмын өлегіде бүгін ақ дейді. Қамзатовтың алғашқы өлеңдер жинағы басылып шыққан жыл 1943 жыл екен. Қамзатовтың кітабын көрсетеміз, ол жарық жұлдыздар деп аталады екен. Ана тілі шығармасында ақынның Дағыстанды қалай суреттетіндігін көреміз, ол кең аңғары, күні ыстық деп суреттейді. Театр сахнасына қойылып жүрген шығармасы Тау қызы. Міне балалар, осындай тест тапсырмасын сәтті орындап шықтыңыздар. Жарайсыздар. Жақсы балалар, ал менің сіздерге тағы бір тапсырмам бар. Яғни сұрақ мынандай. Сонымен балалар, шығарманың тақырыбы не? Ал шығарманың идеясы қандай? Әрине, енді жауаптарыңыз тексеріп көріңіздер. Шығарманың тақырыбы ана тілі болса, шығарманың идеясы ана тілін құрметтеу, қолдау, сүю, және де мәңгілікке оны сақтау, дәріптеу. Міне, осындай үлкен идея, кең ауқымды идеяны қамтиды екен. Ал мынау жазбаша жұмысқа қараңыздар. Дәптертеріңізден екі жақты күнделік толтырасыздар. Парақта екеуіп сызамыз. Өлеңдегі мәселе мына жерге толтырасыздар. Қазіргі қоғамдағы мәселе оның астына толтырасыздар. Қазіргі қоғамдағы мәселе, біздің қазіргі қоғамдағы ана тілінің қандай мәселелері бар, оны мұнда жазуға болады екен. Ал өлеңде қандай мәселелерді көтерген, оны бірнеше ретпенен мұнда жазуға болады екен. Жарайсыздар. Енді сабағымыздың соңына жақындап қалдық. Мен сіздерге, яғни бүгінгі сабаққа байланысты тағы да қосымша тапсырма бергім келеді. Оны өзіміздің оқулықты қараңыздар. Міне, оқулықтың Блум таксономиясы бойынша өлеңнің соңында білуден, яғни бағалауға дейін, баға беруге дейін жүйеленген, жеңілінен ауырына қарай өтетін тапсырмалары бар. Өзіңізді сынап көрем дейтін әр бала осы білу деңгейінен бастап тапсырманы баға беруге дейін орындау керек дәптерге. Яғни қолдану менен баға беруге жеткенде сіздер ең шыңына шығасыздар. Ал ана тілім арым бұл тақырыбына ессені, оны міндетті түрде барлығын жазамыз. Балалар, рахмет назарларыңызға. Осы жұмыстарының барлығын өздеріңіздің сынып мұғалімдеріңізге, пән мұғалімдеріңізге жіберіңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Ой.